Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қытырлақ өте дәмді вафлидің рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ұнаса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге керекті май, қант, ұн және жұмыртқа. Еріген майымыздың үстіне қантымызды салып, қант ерігенше миксерлап аламыз. Қант пен майымыз біркелкі болып араласқаннан кейін үстіне 5 жұмыртқамызды жарып, оларды біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды салып, біркелкі болғанша тағы да араластырып шығамыз. Міне массамыз біркелкі болды. Енді біз вафельницамызды тоққа қосып қыздырамыз, және де бізге қажетті заттар керек болатын тақтай, кішкентай стакан, одан менде сушы таяқшасы, солар қажет болады. Және де өзінің вафельницаның жанында өзінің орайтын екі түрлі формасы болады. Вафельницамыз қызыды, құйдық бір қасық. Енді міне көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бүктеп, төртке бүктеп, менде мынандай гүл шықты. Келесі вафлиіміз. Одан мен көріп тұрғандарыңыздай конус жасадым, яғни рожок жасап шықтым. Ал үшінші түрі бізде жай ғана осындай формасына орап шықтым. Менде 3 түрлі вафли шықты.